Айдана кіреберістің табалдырығында сілейіп тұрып қалды. Көз алдына бірден түскені бөтен әйелдің қымбат етігі. Ал жатын бөлмеден шыққан күмәнді дыбыстар оның жүрегін суытып жіберді. Мұндай жағдайда ол талай сериалдан, талай кітаптан көрген. Бірақ бұл тағдыр өз басына төнеді деп ешқашан ойламапты. Тізесі қалтырап, әлсіз аяқтарымен жатын бөлмеге әрең жетті де есікті ашты. Қателеспепті Данияр, оның өмірі, оның сүйеніші деп жүрген адамы төсекте ұзын сирақ, қып-қызыл шашты жас әйелмен жатыр еді. Айдананың тамағына өксік тығылды. Көз жасына еріп берсе ашы жылап жіберетіні анық еді. Бірақ ол өзін ұстап қалды. Бұл екеуіне көз жасын көрсетіп рақат сыйлағысы келмеді. Үнсіз кері бұрылып, есікті бар күшімен тарс жауып шығып кетті. Есіктен жүгіріп шыққанда ауа жетпей терең-терең дем алып, өз-өзін сабырға шақырды. Бірақ болмады. Ыстық жас бет терісін күйдіріп бара жатты. Ол мұны қалай істей алды, деді ол дауыстап. Көшеде өтіп бара жатқан біреу бұрылып қарады. Айдана болса бұрын өз үйім деп сенген орнын артына тастап жүре берді. Заттарымды ертең немесе басқа күні алып кетермін деп ойлады. Ол сәл тынышталғандай. Бірақ жүрегінің түбінде бір шындық бар еді, ол үйге енді ешқашан қайтып оралмайды. Жылы шарфына бетін тығып жақын маңдағы шағын кафеге асықты. Сыртта боран күшейіп, қара бұлттар төніп тұрды. Суық жел сүйектен өтіп барады. Кафеге кіргенде Айдана сөмкесінің жоқ екенін аңғарып шошып кетті. Қалтасын ақтарып, әрең дегенде бір шыны шай алуға жететін ақша тапты. Ақшасыз қалдым, сүйген адамымсыз қалдым деп ойлады. Ол ыстық шайден бір жұтым алып жатып. Жақсы болғаны телефоны қалтасында екен. Әйтпесе байланыссыз да қалар еді. Сәл жылынған соң даяшы кафенің жабылатын уақытын ескертті. Айдана тағы да қалтырады. Мұндай аязды түнде үйге баруға дәті жетпеді. Ол сатқынды көргісі келмеді. Қалтасында телефоннан бөлек кілттер бар екенін байқады. Солардың бірі жұмыс кабинетінен. Ойланып тұрмады. Бірнеше жылдан бері қызмет етіп келе жатқан баспасына бет алды. Кім бар деп сұрады күзетші. Бұл мен Айдана екенсің ғой, кешір, танымай қалдым. Мұнда кеш уақытта не болды? Мырзахмет аға кабинетте бір түн қонуыма бола ма? Деді ол қалтырап. Мырзахмет аға осы баспаның көп жылдан бергі күзетшісі. Мейірімді, ақ көңіл адам. Барлық қызметкерлер оны жақсы көретін. Құдай-ау, әрине қызым, деп әбігерленді ол. Мұздай түнде қалай қалдырайын? Кір, шай қояйын. Қалтырап тұрсың ғой. Айдана кабинетіне кіріп сырт киімін шешті. Ыстық шөп шайын алып отырып өз жұмысын ойлады. Ол бұл баспаны жақсы көретін. Данияр осы жердің тең иелерінің бірі еді. Екінші үлесі иесін Айдана білмейтін. Данияр бұл тақырыпты қозғамайтын. Айдана университетті бітірген соң осы жерге жұмысқа кіріп кейін бас редактор болды. Ол өз беделін адал еңбегімен қалыптастырды. Көп жағдайда Даниярдың да міндеттерін өз мойнына алатын. Әрдайым оған тірек болуға тырысатын. Ал некедегі мөрді өмірдің басты шарты деп ешқашан санамады. Бітті, бәрі бітті, деді Айдана сыбырлап. Өмірімнің махаббаты деп жүрген адамым сатқын болып шықты. Көз алдына опасыздық көрінісі қайта-қайта келе берді. Кабинетті іштен құлыптап, ол ақыры көз жасына еріп берді. Түн ортасына дейін көз ілмеді. Таңға жуық қана қалғып кетті. Оны қабылдау бөлмесіндегі айқай оятты. Аш, Айдана, аш деп есікті ұрып тұрды. Данияр жүрегі дүрсілдеп кетті. Ашқысы келмеді, бірақ қызметкерлер келе бастағанын білді. Неге үйде түнемедің, деді. Данияр Айдана терезеге қарап үнсіз тұрды. Оның көз жасын көргісі келмеді. Сізді маңызды істеріңізден бөлгім келмеді, Данияр мырза, деді, сабыр сақтауға тырысып. Данияр оның көзіне тік қарап тұрды. Еш өкініш, еш ұят жоқ. Тағы не айтасың, деді ол мысқылдап. Яғни біздің үйге басқа әйел әкелгеніне мен кінәлімін бе, деді Айдана. Ол кетуге ұмтылды, бірақ Данияр оны қабырға тіреп тастады. Мен сені оңай жібере саламын деп ойлайсың ба? Қоя бер, бәрі бітті, деді Айдана. Сен менсіз түкке тұрмайсың, деді ол зәрлі күлкімен. Айдана үндемеді. Оның бұл өмірде ешкімі жоқ еді. Ал енді соңғы тірегі де құлады. Осы уақытқа дейін сенің шын бейнеңді көрмегеніме өкінішті, деді ол. Сол сәтте босанып шығып жүгіре жөнелді.
Жан дүниесінде қара құрдым пайда болды. Көшеде тоқтап, ол өмірін ой елегінен өткізді. Қай жерде қателесті? Неге ол өзгерді? Гүл дүкенінің жанында бір сәтке тоқтады. Шыныдағы бейнесіне қарап мұңайып жымиды. Көздер ісіп кеткен бетіне жас іздері қалған қыз тұрды. Ойланып жүріп, қолында аппақ раушан гүлдері бар бір ер адамға соқтығысып қалды. Гүлдер шашылып айдана құлап түсті. Көзіңізге қарамай жүресіз бе, деді ер адам, бірақ қолын созды. Сол сәтте оның қолы айдананың қолына тигенде жүрегінде бір түсініксіз от тұтанды. Демі қысылып бас айналды. Көз алдына бір ғана көрініс келе берді. Бұл адам отқа оранып қараңғылық ішінде жанып тұрғандай. 545 нөмірлі көлікті жалын жұтып жатқандай еді. От лапылдап темірді ғана емес, ішіндегі адамды да тірідей жеп жатқандай көрінді. Ол жас жан ұшыра айқайлады. Сол айқай айдананың жүрегін қақ жарып өткендей болды. Ол ер адамның бар азабын өз бойынан өткергендей сезінді. Көз алды қарауытып, айдана есінен танып қалды. Есін жиғанда көрген алғашқысы дәл сол елесінде көрген ер адамның алаңдаулы жүзі еді. Құдайым-ай, мені қатты қорқыттыңыз ғой. Сізге ауруханаға бару керек. Такси шақырып берейін, деді ол жұмсақ дауыспен жымиып. Өзім апарып тастар едім, бірақ қатты асығып тұрмын. Ол телефон шығарып такси нөмірін тере бастады. Өтінемін, ертең үйден шықпаңыз, деп сыбырлады айдана. Сізге үлкен қауіп төніп тұр. Сіз сірә басыңызды соғып алған боларсыз. Дәрігерге көрінгеніңіз дұрыс, деді бейтаныс ер адам. Жоқ, бәрі жақсы. Маған ештеңе болған жоқ, деді айдана орнынан тұрып. Ол автобус аялдамасындағы орындықта отырғанын аңғарды. Есімнен танып қалған кезде ол мені осында келген шығар деп ойлады. Ер адам иығын қиқаң еткізіп жол жиегінде тұрған қара түсті 545 нөмірлі көлігіне қарай бет алды. Тоқтаңыз, деп айқайлады айдана да оған қарай жүгірді. Ол жас бұрылып қарады. Айдана жанына жетіп оның қолынан ұстап алды. Мен әрекетім сізге оғаш көрінуім мүмкін, тіпті иесі ауысқандай әсер қалдыратын шығармын. Бірақ өтінемін, тыңдаңыз мені. Ертең бұл көлікке мінбеңіз. Қандай жағдай болса да. Сізді өлім күтіп тұр. Ер адам сәл абдырап жымиып қойды. Үйіңізге қайтыңыз. Сіз шынымен шаршағансыз, деді ол. Айдана ауыр күрсінді. Әрине, ол сенбеді. Егер өз бойындағы бұл қабілетті білмесе, өзі де өзін жынды санар еді. Ойларын жинақтауға тырысып, айдана Данияр тұрған үйге бет алды. Заттарын алып кету керек. Қаланың шетінде өзіне тиесілі шағын пәтері бар болатын, оны жалға беріп отырған. Енді сол үй өзіне ауадай қажет. Жалға алушыларға қоңырау шалып жағдайды түсіндірді. Олар жалынып көшуге уақыт сұрады. Жақында ғана отбасында сәби дүниеге келген екен. Тіпті бір айды алдын ала төлеуге де дайын болды. Ойлана келе айдана келісті. Қазір артық ақшада артықтық етпейтін. Данияр тұрған үйге жақындаған сайын жүрегі ауырлай түсті. Есіктің алдына келгенде үйде оның өзі немесе көңілдесі болуы мүмкін деген ойдан бойын үрей биледі. Кілтті құлыпқа салғанда айдана сілейіп қалды. Кілт айналмады. Ол баспалдаққа отыра кетті де үнсіз жылай бастады. Данияр құлыпты ауыстырып тастаған. Түн ортасына дейін сол жерде отырды. Бірақ ол келмеді. Ақыры ауылдағы ескі үй есіне түсті. Әжесі тұрған қазір бос қалған үй. Ол үй әуелден ақ ескі еді. Әжесі бар жиған тергенін немересіне қалада баспана алу үшін жинаған болатын. Айдана әжесі қайтыс болғалы бері ол жаққа бармаған. Ойлана келе жұмысқа баруды шешті. Бүгін күзетші Мырзахмет ағаның кезекшілік екенін білді. Баспаға әрең жеткенде айдананың аяқтан тұруға шамасы қалмады. Айдана, кешір, сені енді ішке кіргізбеу туралы бұйрық бар, деді күзетші қиналып. Данияр айтты ма, деді ол дірілдеген дауыспен. Ия, сен кеткен соң ол мүлде өзгеріп кетті. Барлығына айқайлады. Сені шұғыл ауыстыруды бұйырды. Бірақ сені алмастыру оңай емес, сен 3 адамның жұмысын істейтінсің. Мен сені мұзда қалдыра алмаймын. Кір менің бөлмемде түнеп шық, деді ол. Айдана рахметін айтып көз жасын тыя алмады. Басы жастыққа тиген бойда ұйықтап кетті. Таңертең күн жарқырап тұрды. Дәлізде адамдардың дауысы естілді.
Айдана кабинетіне кіріп заттарын жинай бастады. Ең бастысы ноутбук. Сені мұнда кім кіргізді? Сен кеше жұмыстан босатылдың деп айқайлады Данияр. Мен тек заттарымды және есеп айырысымды алу үшін келдім деді Айдана сабырмен. Жоғал заттарыңды қалдыр деді ол. Бұлар менің жеке заттарым. Ноутбук те менікі деді Айдана. Данияр қолын көтере бергенде хатшы қыз кіріп келді. Данияр мырза, бас директор келді. Бүгін жолың болды. Көзіме көрінбе деп айқайлады ол. Жасаған зұлымдығың саған қайтып келеді. Бумеранг ешқашан адаспайды деді Айдана қатты дауыстап. Ол жүгіріп шығып кетті. Осы жерден қарама қарсы сюжет. Олжас, неге осынша күйзеліп жүрсің деді Ерлан. Бәрі бар сияқты, бірақ ішімде бос қуыс бар деді Олжас терезеге қарап. Саған кез келгені қызығар еді. Бизнес, ақша, Мадина қандай сұлу деді досы күліп. Маған шынайы сезім керекті, олардың бәріне менің әмияным ғана қызық деді Олжас. Ол бір сәт үнсіз қалды. Кеше бір қызық қызды кездестірдім гүл алып жатқанда деді ол баяу. Ғашық болып қалдың ба деп күлді Ерлан. Жоқ, бірақ ол маған ертең көлікке мінбе деді. Өміріме қауіп төніп тұрғанын айтты. Ерлан күліп жіберді. Біз ертең маңызды келіссөзге барамыз ғой. Ұмытып кеттің бе? Иә, білемін деді Олжас. Айтпақшы, сатып алған баспамызға да соғу керек. Соңғы уақытта Олжас жайлы шағымдар көбейіп кеткен еді. Басқарушының айтуынша ол жүйкесін жұқартқандай, тіпті ақша жымқырып жүр деген сыбыста тараған. Мұның бәрін анықтау керек болды. Достарымен қоштасқан Олжас үйіне қайтты. Табалдырықтан аттай бере оны Мадина қарсы алды. Олжастың мойнына асылып жасанды мейіріммен сыбырлады. Жаным, үйге келгенің қандай жақсы болды. Күні бойы сені ойлап сағынып жүрдім деп беті-бетінен сүйе бастады. Мадина, қойшы, мен қатты шаршадым деді Олжас одан сытылып. Сен қандай көңілсізсің Олжас, осындай мінезіңмен сені қалай жақсы көріп қалғанымды өзім де білмеймін деді ол, ернін томпитып жасанды өкпе көрсетіп. Ал сен шынымен жақсы көресің бе деді Олжас оның көзіне тік қарап. Бұл не деген сөз? Мадинаның ашуы келді. Сен үнемі шаршағансың, үнемі риза емессің. Қарт адам сияқтысың. Олжас үндеместен өз бөлмесіне беттеді. Бірақ есікке жеткенде артына бұрылып, мен сені ешқашан ұстап отырған жоқпын. Егер бірдеңе ұнамаса шығатын жолды өзің білесің деді де есікті жауып алды. Есік тарс жабылған сәтте Мадина әкесіне қоңырау шалып Олжасқа шағымдана бастады. Ал Олжас төсегіне сұлық жата кетіп өмірі жайлы ойға батты. Кенет балалық шағы есіне түсті. Анасы екеуі ғана тұрған кез, сол уақытты Олжас өміріндегі ең бақытты кезең деп санайтын. Олар ушу мегаполистен алыс, шағын ғана қалада тұрды. Әкесі бір кездері Мәскеуге ақша табамын деп кеткен, сол кеткеннен қайтып оралмады. Анасы барлық қиындықты жалғыз көтерді, бірақ ұлын нағыз азамат етіп өсірді. Кейін Олжас әкесінің басқа отбасында да бақ таппағанын білді. Балалары болмапты. Сол себепті ғана әкесі Олжасты иісіне алды. Ол кезде әкесі бай, беделді адам еді. Ұлын өз ісіне тартқысы келді. Анасы қарсы болғанымен Олжас ақыры келісіп әкесінің ұсынысын қабылдады. Университетті тәмамдаған соң Олжас әкесінің қасында жұмыс істеді. Бірақ өз аяғынан нық тұрған бойда бөлек шығып жеке кәсібін ашты. Ісі күннен күнге өрге басты. Мадина мен оны әкесі таныстырған. Қыз бұрынғы прокурордың қызы болатын. Әкесі зейнетке шыққан соң отбасының жағдайы әлсірегенімен ықпалы мен таныстары әлі де мықты еді. Ұлым, Мадинаны ал. Өкінбейсің. Сұлу саған ғашық. Әкесінің байланыстары бізге барлық есік ашады деп Мырзахмет аға қайта-қайта үгіттеді. Басында бәрі жақсы көрінген. Олар бір-бірін сөзсіз ақ түсінетіндей еді. Достары Мадинаның сұлулығына таңдай қағатын. Бірақ Олжастың жүрегінде бір бос кеңістік қалды. Соңғы кезде Мадина үйлену жайлы жиі айта бастады. Екі жақтың ата-анасы да қысым көрсетті. Ал Олжас ұсыныс жасауға асықпады, тіпті ажырасу туралы ойға жиі берілетін болды. Таңертең жолықтырған бір қыз есіне түсті. Сол ой оның еріксіз жымиюына себеп болды. Телефон алып Ерланға қоңырау шалды. Досым, көмектесші. Бүгін анама кетемін. Үйде тұншығып жүрмін.
Ертең менің орныма кездесуге өзің барып келші. Әй бауырым, мүлде жабырқау болып кетіпсің ғой деп күлді Ерлан, бірақ көлігім жоқ, менікін жөндеуде. Мәселе емес, менікін ала бер. Мен таксимен барамын деді Олжас. Мадина оның анасына кететінін естігенде қабағын түйді. Біз клубқа барамыз деп ойлағамын. Бұл түкпірде нең бар? Ол сен айтқандай түкпір емес. Ол менің туған қалам, мен үшін ең қымбат адам сонда тұрады, деді Олжас сабырмен. Онда мені де алып кет. Анаммен танысайын, деді Мадина. Жоқ, мен жалғыз барғым келеді, деді Олжас. Ол Мадинаның анасына ұнамайтынын сезетін. Анасы әрдайым отбасы махаббатпен ғана құрылады деп үйрететін. Түн бойы Олжас ұйықтай алмады. Ақшасы, кәсібі бар, бірақ жүрегінде тыныштық жоқ еді. Оған шын сүйетін, жанын түсінетін адам керек болатын. Таң ата Олжас кеңсеге келді. Сол сәтте жылап шыққан қызды көрді. Бұл жақында танысқан Айдана еді. Не болды деп сұрады Олжас. Данияр Айдананы жұмыстан шығарды. Ал бүкіл іс соның арқасында жүріп тұрған еді. Ол адал адам болатын, деді хатшы сыбырлап. Олжас директордың кабинетіне кірді. Сізді басшы еттік, ал тәртіп жоқ. Сізге шағым көп, деді Данияр. Бұл өсек. Бізде бәрі жақсы, деп Данияр батыл жауап берді. Кадрлар неге жиі ауысады? Біз тек мықтыларды қалдырамыз. Жақсы, жақын күндері жоспардан тыс тексеріс болады, деді Олжас. Данияр үнсіз шығып кетті. Ал Олжас бұл оқиғаның әлі басы ғана екенін түсінді. Олжас бір сәтте басшының қалай сәл сілкіленгенін байқады. Бірнеше қоңырау шалудан кейін ол орталық офиске хабарласып, ең білікті мамандарды сол баспахананы тексеруге жіберуді тапсырды. Ал шығарар алдында адам ресурстары бөлімінен Айдананың әділетсіз жұмыстан шығарылған ісін сұрап алды. Олжас таксиге отырып анасына қарай жолға шықты. Жол бойында дүкенге кіріп қажетті заттарды алды. Жақын адаммен кездесудің ойынан жүрегі жылынып, көңілі көтерілді. Балалық пен жастық шағы өткен жер еш өзгермеген еді. Олжас соңғы сапарынан бері сирек келетін, сондықтан бұл жолы оның жүрегіне ерекше қуаныш әкелді. Таксиге төлем жасап, сол 5 қабатты үйдің алдында бір сәтке тоқтады. Сол жерде өсіп өнген еді. Бірнеше рет анасына менің үйіме көшіп кел, немесе жаңа заманауи пәтер ал деп айтқанымен әрдайым бас тартқан. Мұздай күннің иісін терең деміне тартып, жылы күлімсіреп есіктен кірді. Зүлфия ұлын күтпеген еді, бірақ келгеніне қатты қуанды. Ұлым бәрі жақсы ма деп абайлап сұрады. Иә мама, бәрі жақсы деп қысқа ғана жауап берді Олжас. Әдеттегідей алдын ала хабарласан ғой. Бірақ мен сені көріп қатты қуаныштымын. Тек біртүрлі күйде сияқтысың, шаршағансың ба, қаланың ушуынан ба, деді анасы. Сағынғаным сонша, баладай сағыныппын, деп күлді Олжас. Зүлфия көп сұрамады, ұлының ойлы екенін бірден түсінді. Ол ұзақ уақыт тыныш терең ұйқыға кетті де, келесі күнге дейін телефонды сөндіріп, дәл таңғы асқа дейін ұйықтады. Телефонды қайта қосқанда хабарламалар жаңбырдай жауды. Бір ай бойы байланыста болмағандай достары Ерлан мен Мадинадан хабарламалар келіп түскен. Бірақ алдымен Олжас маңызды істермен айналысуды шешті. Ерлан дереу қоңырауға жауап берді. Сен қайда жоғалып кеттің, не болды? Мен сені іздеп барлығын дүрбелеңге салдым, деп дауыстап айтты. Олжасқа кейін белгілі болғандай, оның көлігі апатқа ұшырап қалпына келмейтін күйде болып шықты. Ерлан кешке маңызды құжаттарды алу үшін көліктің орнына жүргізушіден кетуді сұраған, бірақ ол апатқа ұшырап, жас жүргізуші қаза тапқан. Машинада тежегішпен жанармай багының ақауы болған деп болжанды. Бақытымызға орай, сен амансың, деді Ерлан қынжылып. Олжас тез үйіне асықты. Ұлым қалай сонда? Кетіп барасың ба? Мен саған әлі бәрін айтып үлгермедім, деп көзінен жас көлдеп тұрды анасы. Мама, кешір, міндетті түрде қайта келемін. Уайымдама, деді Олжас анасын сүйіп таксиге қарай жүгірді. 3 күннен кейін ресми сараптама расталды. Айдананың кассалық есебі шын мәнінде тым аз шыққан. Жалақысы өз еңбегіне қарамастан аз болатын, бірақ ол ешқашан Даниярдан жалақыны көтеруді сұрамаған. Айдана өзін отбасының жалпы ісіне үлесін қосып жүргендей сезетін, жұмысты шын жүректен жақсы көретін. Айдана 2 сағат бойы суық пойызда жүріп шаршаған күйде қажетті станцияға жетті.
Жел бетіне соғып жүрегі дүрсілдеп тұрса да, алға жылжуды жалғастырды. Таныс ауыл көрінісі көзге түсті. Тағы біраз ғана деп өз-өзін жігерлендірді. Кенеттен бір дыбыс естіледі. Айдана қараса адам денесін қарға батып жатқанын көрді. Дыбысқа абайлап жақындап ер адамның бұрқырап сөйлеп жатқанын естіді. Сізге не болды? Жағдайыңыз қалай деп сұрады ол. Бірақ ер адам еш нәрсе айта алмады, тек мүжіліп тұрды. Телефонды алып жарықтандырғанда ол Сәкенді таныды, балалық шағында жақын болған сыныптасы. Жас кезінде ол Айданаға сезімін білдірген екен, бірақ кейін ішімдікке салынып кеткен. Қазір ол қатты мас болып қарда қатып қалуға шақ тұрған еді. Айдана оны осылай қалдыра алмады. Бірнеше пакетті пайдаланып Сәкенді қардан сырғытып тасымалдауға тырысты. Қолы қатып шаршағанымен қыз күш жинап, оны ауылдағы үйге алып келді. Үйге кіргенде тозығы жеткен есік пен сынық терезелерді көріп сәл мұңайды. Пешті жағып үйді жылытып алды. Айдана шын мәнінде шаршаған күйде төсегіне жатып терең ұйқыға кетті. Бірақ таңертең қолдарының күйін сезіп қатып қалғанын түсінді. Олар мұрнынан қатты тоңып кеткен еді. Сол кезде есік қағылады. Қорға тұрған Сәфия апай кіріп, қолында себетпен: Айдана, сәлем. Кешір, кеше саған дұрыс рахмет айтпаған едім. Осы тағамдарды әкелдім, тауық, жұмыртқа, сүт, ірімшік, шөп шайларды бар деді. Айдана қонақты қарсы алып ризашылығын білдірді. Әлемде әлі де жақсы адамдар бар екен деп ойлады ол. Ал сен неге осында келдің, балам? Осы ауа райында деп сұрады Сәфия апай. Бәрі жақсы апа, бірақ егжей-тегжейін әлі айтып бермеймін деп жауап берді Айдана. Айдана үйді жинап түскі асты дайындап бітіргенде үйде жылы әрі жайлы атмосфера орнаған еді. Ескі сандықты ақтара отырып ол бұрынғы спорт костюмін тапты. Бабасы әр затты сандыққа жинап өмірде бәрі қажет болуы мүмкін деп айтатын. Айдана оны еске алып көзінен жас ақты. Бабасы бәрін алдын ала білетіндей әсер қалдырған еді. Ауылда оған сақтықпен қараса да бәрі құрметтейтін. Оның ерекше қабілетін тек Айдана білетін, қалғандары тек болжауға тырысатын. Қолдары қатты ауырып, басы да сыздай бастады, тіпті денесі қыза түсті. Дәрі-дәрмек жоқ, тек көршіден әкелінген шөп шайы мен аз ғана варенье жеңілдік берді. Таңертең оянғанда Айдананың жағдайы одан сайын нашарлағанын түсінді. Дененің күші таусылып төсектен тұра алмай қалды. Жар да түспеді. Ұйықтап жатқанда бала кезіндегі бейбіт күндер мен бабасымен өткізген жайлы естеліктер есіне түсіп жүрегін жылытты. Бірде ол балалық шағындағы автобустың апатын көрді. Ол аударылып барлығы аман қалса да Айдананың ата-анасы қаза тапқан. Бабасы бұны алдын ала сезгендей көрінді. Кейіннен Айдана сұрады: баба, егер бәрін білсең, неге оларды тоқтатпадың? Бұл менің қолымнан келмейді, тағдырдың қолынан ешкім қаша алмайды деді ол. Сол күннен бастап олар екеуі бірге өмір сүрді. Қарт ана барынша қамқорлық жасап қаладан Айдана үшін кішкентай пәтер сатып алды. Айдана оны қатты жақсы көріп ісіне көмектесуге тырысатын. Кейін жасөспірім кезінде Айдана өзінде де бабасынан келген ерекше қабілетті байқады. Алғашқы көріністер сирек болса да қатты қорқытатын. Қолдары мен денесі қатты ауырып төсектен тұра алмады. Сол кезде есік қағылады. Айдана соңғы күшін жинап есікке баяу жақындады. Есікті ашқанда иесінен танып құлап кетті. Сол сәтте Олжас келіп оны құшақтап үйге кіргізді. Айдананың жүзі бозарып кеткен, жағдайы шұғыл түрде ауруханаға жатқызуды қажет етті. Олжас дереу шешім қабылдап, жол қиындығына қарамай әкесінің беріп кеткен джипін пайдаланып Айдананы ауруханаға жеткізді. Жолда дәрігерге хабарласты: өтінемін, көмектесіңіз. Уайымдамаңыз, бұл біздің борышымыз, деді дәрігер. Ауруханада Айдана біртіндеп есін жиып орнынан тұрды. Палата заманауи. Жөндеумен жабдықталған, дәрі-дәрмектері жанында тұрған шешімдер арқылы беріліп отырды. Медбике мейірбан күлімсіреп кіріп дәрігерді шақырды. Дәрігер Айдананың жағдайын мұқият тексерді. Ең қатты алаңдатқан оның қолдары. Сізді бақылауға аламыз. Пневмонияны дәрі-дәрмекпен тоқтата алдық. Әлі толық жазылу үшін бақылауда боласыз, деді дәрігер. Олжас әрдайым жанында болып Айдананың жағдайын қадағалады. Ол оған ризашылықпен қарағанын, оның өмірін құтқарып жатқанын сезді. Айдана мұны көріп жүрегі дірілдеп, тынысын реттеуге тырысты.
оның қолының жанасуы жүрекке әсер ететіндей, бала кездегі ерекше қабілеттерін есіне түсіргендей болды. Енді демалып алаңдама, деді Олжас қамқорлықпен. Қаласаң, мен саған кітап оқып берейін бе? Айдана басын изеді. Олжас төсектің шетіне отырып кітаптан оқи бастады. Айдана сөздерді түгел тыңдамағанымен даусының әуезділігі оны тыныштандырып, гипноздай әсер ететіндей болды. Кейіннен олар күнде сөйлесіп бір-бірін жақсы түсіне бастады. Ортақ қызығушылықтар, өмірге көзқарас, әзіл сезімі және кәсіби байланыс олардың арасындағы байланысты күшейтті. Сен мені қалай таптың, деп сұрады Айдана бір кеште. Бұл ұзақ әңгіме сенің ректорыңмен танысуым керек болды, деп күлді Олжас. Көп ұзамай дәрігер Айданаға ертең сізді үйіңізге шығарамыз деді. Анализдері де жақсы нәтиже көрсетті. Айдана бірте-бірте қалпына келіп алдағы өмірге сеніммен қарады. Олжас әр күнде жанында болып, оның қорғанысы мен демеушісі болды. Күні бойы жасаған қамқорлығы мен мейірімін сезіп, Айдана онымен жаңа достық пен жақындықты сезіне бастады. Ол басқа клиникада әрі қарай емделу керектігі жөнінде нұсқау алды. Өкінішке қарай, оның қолдары толық сауығып кетпеген екен. Дәрігер тағы бірдеңе айтты да қағаз бетіне ұсыныстарын жазып қалған құжаттарды ертең шығару кезінде беруге уәде етті де кабинеттен шығып кетті. Ертеңгі шығару туралы жаңалық Айдананы күтпеген жерден күйзеліске түсірді. Ауыр қолдармен тұрмысты жүргізу қорқынышты көрінді. Ол қазіргі алған емінің толық нәтиже бермейтініне сенімді бола алмады. Мейірбикенің айтуынша, бұл шығынның бәрін Олжас өзі төлепті. Сол күні ол алғаш рет ауруханада Айдананы көруге келмеді. Айдана қараңғы түскенше күтті, бірақ босқа ұйқы да келмеді. Басына сан түрлі ойлар оралды. Түн бойы ояу мен ұйқы арасында өтті. Таңертең Айдана дәрігер кабинетіне барып шығару қағазын алды да баяу қимылдап шығысқа бет алды. Сол кезде жақын жерде таныс дауыс естілді. Құдайға шүкір, мен кешігіп қалдым, деп ойладым. Ол жанында гүл шоғымен тұрған Олжасты көрді. Кешір, кеше келе алмадым, деді ол. Жұмысым көп болды, шешу керек мәселелер болды. Отыра ғой, сөйлесетін нәрсе бар. Олжас оны аурухана кафесіне шақырды. Айдана кездескенде оны құшақтап жібергісі келді. Ол оны көремін деп үміттенбеген еді. Бірақ оны үстелге отырғызды. Олжас сөзін бастамай тұрып сәл қобалжығанын жасырмады. Дәрігермен сөйлестім, деді ол. Саған әрі қарай ем қажет және ол өте маңызды. Сол себепті сен ауылдағы үйге қайтпағаның жөн. Ол жерден қалаға емге жету мүмкін емес. Ал тұрмыста өзіңді қалай күтесің? Олжас аздап үзіліс жасап көзін Айданаға тіктеді. Қаладан пәтерім бар, деп үнсіз жауап берді Айдана. Мен де білемін, сондай-ақ сен Даниярдың кесірінен жұмыстан шыққаныңды. Олжас сәл тартынды. Кейін ол былай деді. Саған іскерлік ұсынысым бар. Сен өзісің де керемет мамансың. Кешірмен алдын ала ақпарат жинады, мен ерекше жобаны қолға алмақшымын. Оған сенім арталатын адам керек. Мен саған сенемін. Сенде тәжірибе бар, әзірге бұл туралы өте тар шеңбер ғана біледі. Толығырақ кейін сөйлесеміз. Олжас қыздың қолын өз қолымен жауып қойды. Үлкен үйім бар, саған жеке бөлме мен жұмыс орны болады. Біз емдік процедураларға бірге барамыз, тез сауығып кету үшін. Бұл жағдайдан шығудың ең дұрыс жолы, деп қарады ол қыздың көзіне. Айдана оның көздеріне қарап ойланып тұрды. Бір сәт тыныштықтан кейін ол шешім қабылдады. Келісемін. Ішкі ойында ол өзіне қалай болса, солай болса, Олжастан бөлінгім келмейді, деді. Олжас жеңілдеп күліп демалды. Олжас күліп суретіме жаңа бейне бердім, деді. Жол бойы олар әңгімелесіп, күлкіге бөленіп, әзілдесіп келе жатты. Бірақ жеке коттеджге жақындаған сайын Олжастың үнсіздігі мен бет әлпеті байсалды болды. Айдана, саған тағы бір нәрсені айтқым келеді, деді ол үзіліс жасап. Үйде менімен бірге Мадинада тұрады. Ол менің қызым. Бұл сөз Айдананы суық душтай таңғалдырды. Тамағында бір түйін пайда болды, көзінде қорқыныш. Бірақ Олжас сендірді. Қорықпа, Мадина жұмысты түсінбейді, саған кедергі болмайды. Айдана үнсіз бас изетте терезеге қарады. Ішкі түкпірінде ол Олжас жалғыз деп үміттенді, бірақ шындықты түсінді. Үйге кіргенде Олжас Айдананың заттарын алып, оны ілтипатпен ішке шақырды. Үй сыртынан үлкен көрінгенімен ішкі жағы да жайлы шықты. Үйде 3 қызметкер болды.
Аспаз әйел үй жинаушы және басқарушы. Медсестра кешке келеді, барлық емге қажетті заттарды әкеледі деді Олжас. Айдана бөлмеге отырып демалды. Бөлме жарығы бежевый түстерде, сәнді жиһазбен безендірілген. Душ, дәретхана, балкон бар. Айдана үйдің ішіндегі тағы бір кабинетке қарап аз ғана затты көрді. Ертең ол үйдегі өз заттарын алып шығуды жоспарлады, бірақ қалай жасайтынын білмеді. Кешке медсестра келіп, қолдарын өңдеп қажетті дәрі-дәрмектерді берді. Ол тәжірибелі әрі жылы жүзді адам болды. Сол кезде есік қағылды. Басқарушы Бағлан кіріп Айдананы асханаға шақырды. Айдана үй аяқ киімін кие салып, оның артынан жүрді. Асханада Олжас күлімсіреп оған қарап, маған ренжімейсің бе деп сұрады. Не үшін дегенде Айдана шатасты. Сенің аштықтан қалуыңа себепші болғаным үшін. Айдана күліп жіберді. Сол кезде Мадина төмен түсіп келді. Айдана оны көргенде қатып қалды. Қыздың қалың қызыл шашы бар, Даниярды ұстап қалған қызға қатты ұқсайтын. Енді барлық қызметкерлерді үйде ұстайсың ба, әлде бұл ерекше жағдай ма деп сұрады Мадина. Олжас сабырлы түрде жауап берді. Айдана менің өмірімді құтқарды, сондықтан мен оған қарыздармын. Айдана өз бөлмесіне барып Мадинаның сөздерін естіді. Кейін оған кешкі ас келді. Айдана шай ішкісі келетінін түсінді. Бұл әдет ол әрдайым бабасымен бірге түнде шай ішкен, әңгімелескен. Үйде жайлы жылы атмосфера орнаған. Айдана терезеден сыртқа қарап әсем көрініске тамсанды. Айдана жайлы орынға отырып шайын ішіп ләззат ала бастады. Осындай сәттерде ол жиі әжесін еске алатын. Әжесі алғаш рет оны Даниярмен таныстырған кездегі сәтті Данияр әжесіне мүлде ұнамағанын. Бұл сенің адамың емес, немерем ішкі жан дүниесі бүлінген, түсінесің бе, оны саған ауыр болады деп айтушы еді әжесі. Бірақ Айдана толық ғашық болып қалған. Оған Данияр ертегідегі ханзададай көрінген. Бірінші махаббаттан кейін оқуын бітірген Айдана өз пәтерін жалға беріп Даниярдың пәтеріне көшті. Данияр оны редакциясына орналастырып өзінің оң қолы қылып қойды. Кейін Айдана бұл тек сырттай көрініс болғанын түсінді. Айдана өз жұмысына қатты беріліп, күндіз Даниярдың тапсырмаларын орындап, түнде мақалалар жазып, редакция жұмыстарын жүргізіп, сүйікті ісіне толықтай кірісіп кететін. Жас әрі тәжірибесіз қызға осындай отбасылық өмір мінсіз көрінетін. Таңертең Айдана ойға шомып отырған кезде күтпеген қадам дыбысын естіді. Кедергі келтірмеймін деді Олжас дауысы. Ол қолында хош иісті шәйі бар кесемен, үстінде үй халаты, суланған шашы жуылғанын білдіріп тұр еді. Айдана оны мұндай күйде бұрын соңды көрмеген. Маған да ұйқы келмеді деді Олжас орнына отырып. Ұйықтар алдында тыныштықта отырып ойланғанды, армандағанды жақсы көремін. Мен де деп жауап берді Айдана. Тағы бір сүйікті әдетім түнгі аспанға қарап, жұлдыздарды тамашалау. Осындай кештер маған жаңа шабыт береді. Сен кереметсің Айдана, мен бұған дейін осындай қызбен кездеспегенмін деп күліп айтты Олжас. Маған қауіп төнетінін қалай сездің? Айдана бұл сұрақты күтетін еді. Мен өзім де білмеймін. Әжемнің көріп білетін қасиеті бар еді, бәлкім маған да мирас болып қалған шығар. Бірақ бұл өте сирек болып тұрады, бірнеше рет қана. Әжем әрдайым менің көргенім өмірдегі өзгерістерге нұсқау береді дейтін. Жақсы, рахмет деп сыбырлады Олжас Айдананы мұқият қарап отырып. Сөйтіп тыныштық орнап қалды. Уайымдама, бәрі жақсы деп күлімсіреді Айдана. Түнгі тыныштық, шәй және армандар керемет кеш деп қосылды Олжас. Мен оған қызметшілермен бірге тамақ шуын айтып, бізге кедергі жасамауын ескерттім деді Мадина даусын көтеріп. Ашуы жанын билеп тоқтай алмай қалды. Жоқ деді Олжас алғаш рет үстелді қағып даусын көтеріп. Бұл үйде тек мен шешемін, кім менің үстелімде отырады. Ал егер сен кейбірін ұнатпасаң, басқа жерде тамақтан. Сол сөзінен кейін Олжас ас үйге беттеді. Сол жерде ол Айдананы көрді. Қыз қызметшісімен жылы сөйлесіп, күлкіге бөленіп отыр. Бір сәтке Олжас есікте үнсіз қалды. Бүгін Айдана мүлде өзгеше көрінетін. Қатаң шалбар мен блузка дененің әсемдігін айқындап тұр, ал нәзік макияж оны ерекше тартымды еткен. Айдана, барайық деді Олжас. Бүгін мен сені клиникаға өзім апарамын. Қыз таңырқап соңынан ерді. Ал Мадина әлі де үстелде отырып Айдананың өзгерген бейнесін таңғалумен және ашумен қарап отырды. Өте әдемі көрінесің деді Олжас Айданаға комплимент жасап.
Клиникаға бара жолда олар шамамен 1 сағат уақытты өткізді, содан кейін қажетті дәрігердің қабылдауын күтті. Дәрігер Айдананы тексеріп болған соң екеуі де шаршап аш болған еді. Көрдің бе деді Олжас қуанып, дәрігер айтты, жараларың тез жазылады, енді бұрынғыдай өмір сүре аласың. Иә, рахмет деді Айдана демалып. Сен болмасаң не болар еді, білмеймін. Ештеңе етпейді деп әзілдеді Олжас, мен тек жақсылыққа жақсылықпен жауап бердім. Ендеше ас ішіп алайық, әйтпесе аштан өлуіміз мүмкін. Олар жақын маңдағы кафеге барды. Олжас бірнеше тағамнан тұратын толық ас алды, ал Айдана жеңіл салат пен шырын таңдады. Міне сондықтан сен кішкентай қызсың ғой деп күліп қойды Олжас. Ас үстінде олар жұмыс мәселелерін де талқылады. Екеуі де еркін, жеңіл жүрісті болды. Қалай қызық, біз аз таныс болсақ та, мен сені өмір бойы танығандай сезінемін деді Олжас қыздың қолын жауып, көздеріне қарап. Сені тағдыр жібергендей өмірімде жарық болсын деп. Неге олай дейсің? Сен табысты бизнесменсің ғой, барлығы бар деп таңғалып Айдана сұрады. Жүрегі дүрсілдеп, даусы дірілдеді. Көрсетемін деп тыныстап қойды Олжас, мен саған бір нәрсені көрсету керек. Осыдан кейін олар үлкен көп бөлімшелі офисті ғимаратқа келді. Айдана таңырқап қарады, бұл кішкентай қаладағы шағын мини қаладай әсер қалдырды. Мен өзім не істеп жүргенімді толық түсінбеймін деді Айдана, бұл менің әкемнің көмегімен қолыма тиген мүмкіндік деп түсіндірді Олжас, бірақ мен барлығына бірінші кезекте өзіме дәлелдегім келеді, мен бірдеңеге тұрамын деп. Сондықтан медиапроект бастауға шешім қабылдадым. Бірнеше телеарна, жарнама агенттігі, баспахана, көп идея бар, мен сенің көмегіңді қалаймын. Бұл туралы ешкім білмейді, тек сен білуің керек, бәрі құпия болып қалсын. Мадина бұл туралы білмей ме деп таңырқап сұрады Айдана. Жоқ деді Олжас қысқаша. Ол мүлдем қатыссыз адам, ақша аспаннан түсе ме деп ойлайды. Содан кейін олар ғимаратты аралап жоспар құрып, үйге тек кешкі асқа қайтты. Мадина оларды терезеден бақылап, ашу мен қызғаныштан тіпті тыныс ала алмай қалды. Ай, бәрі соншалықты сәтті болып жатқандай деді Мадина өз-өзіне. Олжас пен Айдана үйге кіргенде Мадина жүгіріп барып, Олжасты құшақтап, сені қатты сағындым, қазір кешкі асқа отырайық деді. Үлгеремін, мен ас үйде тамақтанып алайын деп жауап берді Айдана. Өз бөлмесіне кетіп сүйікті пижамасына ауысты. Кешкі асқа түскенде Айдана үстелде отырған жоқ еді, ал Мадина оған күле қарап отырды. Қыздың қызметшісі үстелді дайындады. Ертең таңғы асқа сол таңғы оладиларды берсеңіз деді Олжас, олар маған балалық шақты еске салады. Сізге риза болдым деді көмекші. Бірақ оны пісірген Айдана. Рас па деп таңырқап Айданаға қарап Олжас күлді. Сен тек жақсы тамақ жасайды екенсің. Айдана сәл ұялды, артық айтып отырсың деді. Бізде бұрын қызметші болмаған, мен әжеммен бірге жиі пісіретінмін деді. Мен әзілдегенмін деп Олжас күлді. Сенің пісіруің үйге жылулық береді. Мадина сарказммен, меніңше олар тым майлы, көп калориялы деді. Қыздың қызметшісі ас үйге қайтып кетті. Ал үстелде отырғандар асқа кірісті. Айдана тыныш қана тамақтанды, ал Олжас пен Мадина әңгімесін жалғастырды. Айдана, бұл күлкілі пижаманы қайдан алдыңыз деп сұрады. Олжас, сізді сол пижамада көрген сайын күлкім келеді. Бұны менің жақын адамым сыйлаған, сондықтан ол маған қымбат деді Айдана. Ал сендермен қарапайым отбасына шыққанмын, жайлылыққа мән беремін. Кешіріңіз, мен демалайын деді Айдана бөлмесіне кетіп. Сен неге үнемі оған ұстарап қаласың, шаршамадың ба деп сұрады Олжас. Мен тек сұрап тұрмын, мен осы ауылдық нәрселерге шыдай алмаймын деді Мадина. Сен оны ұнатып қалмадың ба? Мен де провинциядан шықтым деп Олжас дауысты көтерді. Сенің білімділігің, тәжірибең, мейірімділігің бәрі тамаша. Ал сен не істей аласың? Айдана қарапайым, ақылды, жауапкершілігі мол қыз деді Олжас қатты ренжімей, бірақ нық сөйлеп. Олжас өз дамуын әрі қарай жалғастыра түсті. Кімдерді өз үйіне әкелетінін шешу тек өз құзыретінде екенін білді. Ол тұрып есікке беттеді де, соңында бұрылып, үмітім бар, біз бір-бірімізді көтердік деді де әкесінің кабинетінен шығып кетті. Жаны қиналғанда ешкімді көргісі келмеді, тіпті аздап та болса. Көлікке отырып Олжас жаңа жобасын ұйымдастыруды жоспарлаған жерге бет алды. Айдана сол жерде болатын жұмыс қызу жүріп жатты.
Олжас оны қағаздарға үңіліп отырған күйінде көріп өзінше тамсанып қалды. Ғажап, тек оның жанында ғана ол өзін ерекше сезінетін болды, әсіресе соңғы уақытта. 2 кесе шәй дайын болды. Олжас кабинетке барып есікті қаққанда Айдана күлімсіреп қақпай кіре берсең болады, сен қожайынсың деді. Олжас, сені қорқытқым келген жоқ, жұмысқа тез кірістің, енді саған бәрі жеңіл сияқты деп күлді. Шәйін ішіп олар жұмысқа қатысты мәселелерді талқылады. Айдана бірнеше тамаша маманды тапқанын, олардың кейбіреулері бұрынғы жұмыс орындарынан екенін, сондай-ақ қажетті жабдықты шығаратын фирмалардың өкілдерімен кездесу ұйымдастырғанын айтты. Мен офистің дизайнын да ойластырдым, эскиздер дайын, қарап шық деп папканы берді. Олжас Айдананың қолын алып үнсіз қалды. Қыз да үнсіз, ол да оның еріндерінен көзін алмай сүйіскісі келіп, бірақ реакциясын қорқып, өз сезімін тыйды. Сол сәтте оның қалтасында жатқан телефон қатты шырылдады. Олжас терезеге жақындап қоңырауға жауап берді. Айдананың беті бозарып, даусы қобалжығандай болды. Ол анасына бірдеңе болғанын түсінді, ауруханадан шұғыл жету керек екен. Әрине, қажет болса көмектесемін деді Айдана. Мен қаласам, сен қасымда бол деп Олжас оның қолын ұстап үстіндегі киімін киіп оны ертіп кетті. Жол ұзаққа созылды. Қыстың аяғы болса да ауа райы шынайы қыс сияқты. Болды, қалың қар жолды жауып көліктің қозғалысын тежеді. Анасының пәтерінде оларды жылы жайлы, таза атмосфера қарсы алды. Айдана бірден бұл жайлылыққа назар аударды. Олжас қарапайым футболка мен шортқа киініп өзіне өте жарасымды көрінді. Айдана оны тамашалап, жүрегінің соғысы қатты жүрсе де өзін ұстап қалды. Пәтерде Олжастың өмірінің әр кезеңіндегі көптеген суреттер тұрды. Айдана өз бөлмесінде жайғасып болған соң, Олжас қарапайым кешкі асты дайындауға кірісті. Олжас, мен душ қабылдағым келеді деді Айдана ұялшақтап. Әрине, жуынатын бөлме сол жерде деді Олжас, бірақ ауыстыратын киімі жоқ екенін көріп күлімсіреп, мүмкін менің футболкам жарасады, сен кішкентайсың, көйлек сияқты болады деді. Айдана душтан шыққанда футболка мен сүлгімен ас үйге шықты. Олжас, сенің үстіңе керемет жарасып тұр деді. Тамақтың иісі де керемет еді. Айдана күлімсіреп, не екенін білмеймін, бірақ таңдау жоқ деп әзілдеді. Кешкі ас кезінде кернеу аздап төмендеді. Олжас өз анасымен және әкесімен болған қиын қарым-қатынасымен, балалық реніштері туралы әңгімеледі. Айдана үнсіз тыңдады. Кешкі астан кейін Олжас фотоальбомдарды көрсетіп, әр суретке байланысты қызықты оқиғаларды айтты. Сен бақыттысың, тамаша балалық шақ пен керемет анаң бар деді Айдана. Олжастың бетіндегі жас тамшысын байқап қолымен сүртті. Ол оны қорғағысы келді, ешкім оны ренжітпесін дегендей. Содан кейін Олжас кенеттен Айдананы сүйді. Сүйісу нәзіктік пен құштарлыққа толы болды, екеуі де сезімін ұстап қалуға тырысты. Айдана оған жауап берді. Сол сәтте әлем тоқтап қалғандай сезілді. Олжас Айдананы қолына алып бөлмесіне көтерді, төсекте мұқият жатқызды. Сен бұны қалайсың ба? Бір сөзің керек, тоқтаймын деп сұрады. Олжас Айдана мойнынан құшақтап үндемей сүйді. Сол түн тек олардікі болды, ешкімнің емес. Олардың жақындығы тек физикалық емес, рухани байланыс сияқты еді. Ертең барлық істерді тапсырамын деді. Олжас телефонды сөндіріп, ол аз ұйықтап көп ойлады. Бүгінгі түннен кейін Мадинамен қатынасты тоқтатуға шешім қабылдады. Ол енді өз сезімін жеңе алмады, Айданасыз өмір сүре алмайтынын түсінді. Телефон үстелде дірілдеді. Олжас Айдананы оятпастан алды. Ол ас үйге шықты, ал Айдана өткен түнгі оқиғаларды ойлап қуаныштан айғайлап жібергісі келді. Футболкасын киіп шыға бермек болды, бірақ есіктен Мадинаның дауысы тоқтатып, ойына келген әңгімелерді қайта ойландырды. Тоқта, анаң ауруханада, мен ертең немесе бірнеше күнде барамын. Тек оның өміріне ешқандай қауіп төнбесе болды. Олжас телефонды сөндірді, ал Айдананың көңілі түсіп, өзін тек үйленуге жақын тұрған адамның өміріндегі жай кездейсоқ байланыс екенін түсінді. Таңғы асынан кейін жас жұп ауруханаға аттанды. Алдымен Олжас дәрігерге барып, кейін анасының палатасына кірді. Оның анасы әлсірегенімен ұлын көріп қатты қуанды. Айдана оларды қалдырып кетпек болып еді, бірақ анасы, сен сәуле сияқты жарқырап тұрсың ұлым. Ақыры махаббатыңды тапқаныңа өте қуаныштымын деді. Олжас анасының қолын ұстап күлімсіреп тұрды. Келесі 2 күн олар бірге болды.
Дәрігер анасының өміріне қауіп жоқ екенін хабарлаған соң ғана олар үйге оралды. Ерте таңертең оралғанда Олжас бүгін Мадинамен сөйлесемін, бізге растау қажет екенін түсіндіремін деді. Бірақ қонақ бөлмеде оны неке қалыңдығы күтті. Ол сол сәтте ақ Олжасты құшақтап қаншалықты сағынғанын айтып, Айданаға менсінбеушілікпен қарады. Олжасқа ұялғандай сүйісіп Айдана бөлмесіне асықты. Біраздан соң есіктен дауысы естілді. Бұл Мадина болды. Менің жігітімді өзімнен тартып алғың келе ме? Ештеңе шықпайды. Білу керек пе, мен жүктімін, біздің баламыз болады. Түсіндім, бәрі жақсы еді, сен келмей тұрып. Сен үшіншісі артықсың, дұрыс қорытынды жасайсың деді де бөлмеден шығып кетті. 2 сағаттың ішінде Айдананың заттары дайын болды, ол такси күтті. Кенеттен біреу оның иығына қолын қойды. Тоқта, Олжас, ештеңе айтпа. Мен кетуім керек. Мадина дұрыс айтты, мен үшінші артық адаммын. Бұл барлығына жақсы, деді Айдана дірілдеген даусымен. Кешір мені, мен шын білмедім, бірақ мен сенімен болғым келеді, деді Олжас үмітпен көзін Айданаға тігіп. Кешір, такси күтуде. Бірақ сенің компанияңды дамытуға көмектесуден бас тартпаймын, тек кездеспесек жақсы болады, деді. Айдана таксиға беттеді. Олжас сол жерде тұрып қалды, бақытты болса да Мадинаға көмектесуді ойлады. Бірақ Айдананың мұндай шешімді қабылдамайтынын түсінді. Айдана өз жұмысымен айналысып уақытын тиімді пайдаланып көптеген мәселелерді шешті. Ал Олжас бір сәтте оны ойынан шығармады. Ол Айдананың өмірін, қадірін, қызметтегі беделін жақсы білетін, әріптестері оны сыйлап бағалайтынын түсінетін. Үйде болғанда да Айдананың жанында болғысы келетін. Келесі айда олардың тойы өтуі керек еді. Бірақ Олжас бұл туралы ойламай, әр түнде Айдананы армандап олар бақытты болып бірге екенін елестететін. Бір кеште көңілі күрделі болып, Олжас Ерланға баруды шешті. Квартираның есігі сәл ашық тұрғандықтан Олжас кірді. Іштен 2 ер адамның даусын естіді. Бірінің даусы Ерланға тиесілі болса, екіншісі таныс сияқты болды. Не істейсің, деді Ерлан, егер сен осыншалықты ақымақ болмасаң, бәрі ойлағанымдай болар еді, машинаны айдауға рұқсат ету, деді екіншісі. Не істеуім керек еді? Ақша уәде бердің, бірақ берілмеді, тексерулер басталды. Бәрі анықталғанда кінәлі сен болмас едің. Ал мен саған күтіп тұруды сұрадым. Ол маған 100% сен еді, бірақ әрекет етуді мұқият жасау керек еді. Машинадағы оқиғадан кейін бәрін бақылап отырдым, деді Ерлан. Жақсы тексерулерден кейін Мадина мені тастады. Ол жүкті, бірақ мен жоқпын. Бізде махаббат бар еді, бірақ ақша бәрін шешеді. Немесе төле, немесе бәрін айтып беремін, деді екіншісі. Олжас кабинетке кірді де Ерлан мен екінші адамды көріп таңырқап қалды. Екіншісі бұрынғы Данияр, Айдананың күйеуі болған. Мен сені досым деп санадым, тіпті бауырдай көрдім, деді Данияр Ерланға. Мадинаны шығарып жібердім. Таңертең әкем хабарласып компанияны тартып алумен қорқытты. Мен шаршадым, бақылауымнан шаршадым, тағы ешкімді көргім келмейді. Ертең барлық істерді тапсырамын, деді Олжас телефонды сөндіріп, көлікке отырып, ескі таныс мекенжайға бет алды. Айдана есікті ашып, кешір, мен ақымақпын. Мадина, жүкті емес, мен сенсіз өмір сүре алмаймын, деді. Айдананың көзінен жас ақты. Егер әңгіме ұнаса, ерінбей лайк басып пікір қалдырыңыз, рахмет.